жылдам ақпарат тарады. Сәлеметсіз бе, қымбат көрермен, арнамызға қош келдіңіз. Әлемде, Қазақстанда болып жатырған соңғы жаңалықтарды алғашқы қатарынан біліп отырыңыз келсе, арнамызға жазылып, лайк басуды ұмытпаңыз. Digital Bridge 2025 халықаралық форумының алаңында Қасым-Жомарт Тоқаев Telegram мессенджерінің негізін қалаушы Павел Дуровпен кездесті. Әңгімелесу барысында білім беру, жасанды интеллект және киберқауіпсіздік салаларындағы ынтымақтастық туралы талқыланды. Президент еліміздің цифрлық дамуына үлес қосқан Telegram мессенджерінің қызметіне жоғары баға берді. Компания ресми түрде Астана Хуб кластерінің қатысушысы атанды. Қазақстанда кеңсесін ашып, орталықта зертханасын іске қосты. Telegram негізін қалаушы Павел Дуров қазақстандық ауыл оқушыларымен кездесті. Павел Дуров 17 миллиард долларлық мұрасын 100-ден астам баласына қалдырмақ. Павел Дуров Қасым-Жомарт Тоқаевқа жасанды интеллект саласында бірлескен жобаларды жүзеге асыру проекциясы туралы мәлімет берді. Еске салсақ, президент Қасым-Жомарт Тоқаев Digital Bridge 2025 халықаралық форумында жасанды интеллекттің маңыздылығына тоқтаған еді. Видеомыз кеңінен таралу үшін лайк басып, жақындарыңызға таратуды ұмытпаңыз. Бізді бақылауды жалғастырыңыз.